Сәлем қымбатты көрермен, біз сіздерге әлемде және Қазақстанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды біріншілерден болып жеткіземіз. Ендеше Диана Скатова жайлы жаңалықтарды біріншілерден болып білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылып, видеоролигіміз астына бір дана лайк белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Ендеше біз бастадық. Диана Скатованың қандай аурумен ауырғаны белгілі болды. Қосылайық тележобасының бұрынғы жүргізушісі Диана Скатова қандай аурумен ауырды? Бұл туралы ол әлеуметтік желідегі парақшасында айтты. Белгілі болғандай, дәрі оның ауырған жеріне әсер етпеген. Нәтижесінде саумал ішуге бел буды. Ол үшін Алматының сыртындағы шаруашылықтардың біріне таумал сауға барған. Ақпарат үшін Диана ханым қазір күніне 5 рет саумал ішіп ем қабылдап жатыр. Бұл туралы ол өз парақшасындағы жазбасында былай деп жазды. Тап-таза саумал ішіп 10 күн ауырған басым қойды десем, кім сенеді? Дәрі көмектеспегенде биенің жаңа сауылған сүті бірден қойдырды. Оның үстіне басқа да қанша аурудың емі. Желі қолданушылары Диананың осы жазбасына қатты алаңдады. Және олар мынадай пікірлерді тоқтаусыз жазды. Ем болсын, Диана жан, ауырма. Ем болсын, маладес, қорықпай сауып жатсыз. Жарайсың, Диана, Алла шипасын берсін. Енді ауырма, сен өте керемет жансың. Алла бағыңды ашсын. Ауырма, денсаулығыңды күт. Өмірің алда, деп жазды желі қолданушылары. Естеріңізге сала кетейік, осыдан 2 жыл бұрын Диана ханым ауырып ем қабылдаған болатын. Өткен жылы оның көзінде проблемалар пайда болды. Желі қолданушыларының кейбір пікірлеріне қарағанда оған көз тиген болуы мүмкін. Қалай болғанда да Диананың сауығып кетуін тілейміз. Сіздер де Диана Скатованың тезірек сауығып кетуін қаласаңыз, видеомыз астына өз лайктарыңызды басып кетіңіздер. Және де басқа Диана Скатова жайлы жаңалықтарды және де қосылайық жайлы жаңалықтарды білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылып өтіңіз. Сау, сәлеметте болыңыздар.